Менің көрейін деп отырғаным 1949 жылдардағы ең алғашқы телевизорлардың бірі. Соғыс жылдарынан кейін теледидар өте тапшы болған. Сол себепті тұрғындар бір-біріне қонаққа үстелдерін көтеріп барып, теледидарды бірге тамашалаған. Мына бұрышта сіздер 1950 жылғы Теміртау қаласының тұрғындарының тыныс-тіршілігін көре аласыздар. Сол жылдарда өздеріңіз білетін идеологиядағы әрбір үйде Лениннің мүсіні және кітаптары болу керек болған. Еліміздегі металлургтардың бас қаласы дәл осылай пайда болған. Бұл туралы осы қаланың бірегей мәдени орталығындағы залдардың бірі сыр шертеді. Теміртау қалалық тарихи өлкетану музейі 1973 жылы ашылған. Бүгінгі мұражайдың бет бейнесі осы жердегі ұжымның шығармашылық еңбегінің нәтижесі. Себебі олар әрбір залдың өте тартымды болуы, келушілердің қызығушылығын арттыру үшін бар жағдайды жасаған. Музейдің директоры Наталья Скорикованың айтуынша, олар мұражайды сөрелік қалыптан ашық түрде әрбір келушіге қолжетімді ыңғайлы болуына көп көңіл бөлген екен. Есть интересная вещь, мы здесь... Мұнадай қызықты жағдай бар. Біз мұнда жәдігерлерге ресми тұрғыдан қараймыз. Бұл инсталляциялық аймақ. Мұндай шағын инсталляцияларды музейдің әр бөлімінен байқаған боларсыздар. Бұл жерде Теміртау қаласының әскери іс-қимылдарға қатысқандығын растайтын құжаттар көрсетілген. Қаншама 1000 километр қашықтықта жатқан қала ғой. Мынау заттар, киім-кешектер жіберілгені туралы, мына жерде қандай бұйымдар жіберілгенін, яғни үлгісін көре аласыздар. Осы құжаттармен тарихын баяндауға тырысамыз. Оларды жай сөрелерге тізіп қойып емес, қолмен ұстап көруге болатындай жағдай жасадық. Музей жыл сайын 1000 жарымға жуық әртүрлі іс-шара, 30 ірі көрме, 560 экспозиция, 670 дәріс өткізеді. Осының барлығын 3 ғылыми қызметкер, 2 экскурсовод, қараушы мен директор ұйымдастырады. Лейла Сапарғали қызы музейдің ерекшеліктері туралы айтып берді. Музейдің бір ерекшелігі, музейдегі барлық музейдің басты ережесі экспонаттарды қолмен ұстауға болмайды. Біз бұл ережені жоққа шығарамыз. Біздің музейде экспонаттарды қолмен ұстауға болады. Сосын біздің музейдің тағы бір ерекшелігі, тек қана көріп қана қоймайсыз, сол тарихқа бір сүңгіп кеткендей боласыз. Сол экспонаттар арқылы интерактивтік зоналар дейміз, сол интерактивтік зоналар арқылы тарихқа саяхатқа аттанамыз. Сол тағы мынау археология залы, бұл археология залында көріп тұрсаңыздар, мынандай тумбада экспонаттар қойылған. Мынау белгі, бұл қолмен ұстауға болады деген. Иә, қолмен ұстауға болады деген. Мысалы, мынау ежелгі жануар, бұл мамонттың жаңағы тісі. Түгел тісінің барлығы емес, енді бір бөлігі ғана. Бүгінгі күнде әркім қолына ұстап тісті көре бермейді ғой. Ал біздің музейге келіп, сол мамонттың тісін қолына ұстап көруге болады. Иә, шын мәнінде тіс бұл басқа жақтан табылған жоқ. Осы Теміртау қаласының Токаревка деген кент бар бізде. Сол жерде осыдан құрылыс жұмыстары жүргізіп жатқанда, осыдан 20-30 жыл бұрын сол жерден табылды. Бұл жерде ежелгі алып жануар тісінің бөлшегін көруге болады. Келушілер оны да қолына алып құрылымын зерттеп көре алады. Сондай-ақ археология залындағы арнайы интерактивті аймақта әр адам археологтың жұмысымен таныса алады. Келушілерге қазба жұмыстарын арналған құралдар беріп, табылған затты бүлдіріп алмас үшін құралдармен дұрыс жұмыс істеуді үйретеді. Осылай қазба жұмыс табылады. Мысалы, мынау қыш құмыраның фрагменті. Енді ежелгі қыш құмыраның, жаңағы осылай қыш құмыраларға енді қызықтау болсын деп әріптер жазылған. Егер барлық қыш құмыраның фрагментін жинап, құмыраны түгел толық жинасаңыз, музей деген сөз шығады. Сол балаларға қызықтау болу үшін, иә. Қазақстан халқының бірлігі залында көп ұлтты Теміртау қаласының мәдениеті мен тұрмыс тіршілігіне арналған көптеген жәдігерлер қойылған. Бұл жердегі интерактивті аймақтарда қызықтырған бұйымды жинақ жасау арқылы таба аласыздар. Украина диаспорасына арналған бұрышта өткен заманның қолөнершілері сияқты қандай да бір суретті кестелеп көруге болады. Теміртау қаласының тарихы залындағы интерактивті аймақ 20 ғасырдың басындағы адамдардың өмірінен мағлұмат береді. Біз интернет, ұялы телефондар мен компьютерлер болмаған сол дәуірге сапар шектік. Енді сонау 100 жыл бұрын интернет жоқ, ұялы телефон деген жоқ, балалар немен айналысты? Солармен
жақынырақ таныстыру үшін біз айтамыз балаларға, сендер сияқты балалар үй шаруасымен айналысты. Киіп көрейін, Иә, әрине. еңбекке баулу деген. Иә, еңбекке баулу. Олар жүн тұтып, қамшы өріп деген сияқты. Бұлай, бұнымен не істейді? Иә. Бұнымен жүн түтеді, бүйтіп жүн түтіп көрсеңіз болады. Балалар осының бәрін қолына алып, өздері жүн түтіп көріп, қамшы өріп көреді. Мына жерде ұршық иіріп деген сияқты. Әжелеріміз қол өнермен осындай әдіс арқылы айналысқан елестетудің өзі қиын. Тарихи өлкетану музейінде осындай таңғажайып нәрселер жеткілікті. Бұл жердегі әртүрлі залдар кез келген келушінің көңілінен шығатыны анық. Теміртау қалалық тарихи өлкетану музейіне жыл сайын 23 мың адам келеді.